Әрине, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы ең маңызды әрі қасіретті оқиғаларының бірі. Бұл оқиға қазақ жастарының Кеңес одағының отаршылдық, әміршіл-әкімшіл жүйесіне қарсы ашық наразылығы ретінде тарихта қалды. Желтоқсан көтерілісі 1986 жыл, Алматы. Бір оқиғаның себебі түрткі. Көтерілістің негізгі себебі жылдар бойы жинақталған ұлттық мүдделердің ескерілмеуі, орталықтың, Мәскеудің, өктем саясаты және ұлттық кадрларды шеттетуі болды. Наразылыққа тікелей түрткі болған оқиға. 1986 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің КОК пленумы болып өтті. Бұл пленумда республиканы 20 жылдан астам басқарған Дінмұхамед Қонаев қызметінен босатылып, оның орнына Қазақстанға бұрын еш қатысы болмаған, Ресейдің Ульяновск облысынан әкелінген Геннадий Колбин Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болып тағайындалды. Бұл шешім бар болғаны 18 минут ішінде қабылданып, республика халқының пікірі мүлдем ескерілмеді. Бұл орталықтың өктемдігінің шектен шыққан көрінісі болды. Екі оқиға барысы 17-18 желтоқсан. 17 желтоқсан. Таңертең Алматыдағы Леонид Брежнев атындағы алаңға, қазіргі республика алаңы, студент және жұмысшы жастар жинала бастады. Олар бейбіт шеру ұйымдастырып, әр республикаға өзінің басшысы, ұлт саясатының лениндік принциптерін сақтауды талап етеміз деген сияқты ұрандар көтерді. Кешке қарай алаңға жиналғандардың саны 25-30 мыңға жетті. Билік жастардың талабын тыңдаудан бас тартып, олардың тез тарауын талап етті. 18 желтоқсан. Билік Мәскеудің бұйрығымен көтерілісті күшпен басуға кірісті. Құйын 86 атты арнайы әскери операция жүргізілді. Алаңға әскерлер, милиция, ішкі әскер бөлімдері, сапер күректермен қаруланған курсанттар, су шашатын машиналар және үйретілген иттер әкелінді. Бейбіт шеруге шыққан жастарға қатыгездікпен күш қолданылды. Оларды ұрып соқты, қыстың қақаған аязында қала сыртына алып барып тастады. 3 салдары және құрбандары. Шеру қатыгездікпен басып жаншылып, мыңдаған адам ұсталды. 8-5 мыңға жуық адам тергеу камераларына жеткізілді. 200-ден аса адам қылмыстық жауапқа тартылып, 99 адам сотталды. 2 адамға Қайрат Рысқұлбеков пен Мұхтар Шахановтың айтуынша, қатыгездікпен қаза тапқандардың бірі Ләззат Асановаға өлім жазасы кесілді. Рысқұлбеков кейін түрмеде жұмбақ жағдайда қаза тапты. 264 студент оқудан шығарылды, мыңдаған адам жұмыстан қуылды. КСРО Коммунистік партиясы орталық комитеті 1987 жылы көтерілісті қазақ ұлтшылдығының көрінісі деп бағалады. 4. Тарихи маңызы. Желтоқсан көтерілісі Қазақстандағы алғашқы жаппай халықтық, ұлт-азаттық қозғалыс болды. Бұл оқиға Кеңес одағының әміршіл-әкімшіл жүйесінің іргесін шайқалтып, КСРО-ның ыдырауын тездетуге себеп болған алғашқы белгілердің бірі саналады. Желтоқсан оқиғасы қазақ халқының бостандыққа, тәуелсіздікке деген ұмтылысын айқын көрсетті және 1991 жылы Қазақстанның тәуелсіздік алуына рухани негіз қалады. Бұл оқиғаның толық мазмұны. Желтоқсан оқиғасының қаһармандары мен қасіреті толық шолу. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Қазақстан тарихындағы батырлық пен қасіретті қатар алып жүрген, тәуелсіздікке жол ашқан ұлт-азаттық қозғалыстың символы. Оқиға кезінде биліктің озбырлығына қарсы шыққан жастар арасында ерлігімен ерекшеленген бір қатар тұлғалар бар. Желтоқсан қаһармандары. Билік тарапынан ұлтшыл және бұзақы деп айыпталғанымен, бұл жастар кейіннен тәуелсіздік үшін күрескен ұлттық батырлар ретінде танылды. 1. Қайрат Рысқұлбеков 1966-1988. Рөлі: көтеріліске белсене қатысқан студент. Ол алаңдағы шерудің алдыңғы қатарында болды. Қасіреті: көтеріліс басылғаннан кейін, оған қылмыстық іс қозғалып, милиция қызметкері С.А. Гашневті өлтірді деген жалған айып тағылды. Сот оны өлім жазасына кесті, кейіннен 20 жылға бас бостандығынан айыруға ауыстырылды. Өлімі 1988 жылы 21 мамырда Семей түрмесінде жұмбақ жағдайда қаза тапты. Ресми нұсқа өз-өзіне қол жұмсау делінгенімен, қазіргі тарихта бұл саяси өлтіру деп бағаланады. Ақталуы 1992 жылы толық ақталды. 1996 жылы халық қаһарманы атағы берілді. 2. Ләззат Асанова 1967-1986.
Рөлі: Алматы музыкалық училищесінің студенті, әнші. Шеру кезінде өзінің патриоттық сезімін ашық білдірді. Қасіреті: оқиға кезінде әскерилердің қолынан қаза тапты. Оның өлімі туралы деректер ұзақ уақыт бойы құпия сақталып, оқиғаның құрбандарының саны жасырылды. Өлімі: ресми құжаттарда оның өліміне қатысты деректер анық айтылмағанымен, ол алаңдағы қатыгездікпен басу кезінде мерт болған. Естелік: ол желтоқсан қасіретінің жас құрбаны ретінде ел есінде қалды. 3. Ербол Сыпатаев, 1964-1986. Рөлі: Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтының студенті. Оқиғаға белсене қатысты. Қасіреті: ресми деректер бойынша ол желтоқсан көтерілісі кезінде алаңда қаза тапқан алғашқы құрбандардың бірі. 4. Гүлшат Мүсірепова, оқиғаға қатысушы. Рөлі: көтеріліске қатысқан батыл қыздардың бірі. Ол да қатаң жазаға тартылды. Сонымен қатар, мыңдаған жастар, оның ішінде Мұхтар Шаханов, Хасен Қожахмет, Сәуле Бекманова сияқты тұлғалар желтоқсанның әділетсіздігіне қарсы күреске қатысып, кейін оқиғаның ақиқатын ашуға және оның құрбандарын ақтауға үлкен үлес қосты. Желтоқсанның қасіретті салдары: 1986 жылғы билік тарапынан жүргізілген тергеу мен жазалау науқаны тоталитарлық жүйенің қылмысы ретінде бағаланады. Салдар түрі: деректер. Ұсталғандар: тергеу камераларынан 8500-ге жуық адам өтті. Қылмыстық жауапкершілік: 99 адам сотталды, оның ішінде Рысқұлбековке өлім жазасы кесілді. Жұмыстан оқудан шығарылғандар: 240-тан астам адам оқудан, 1200-ден астам адам жұмыстан шығарылды. Қаза тапқандар: ресми деректерде 2-4 адам делінсе де, тергеу материалдары мен куәгерлердің айтуынша, қаза тапқандардың саны ондаған адамға жетуі мүмкін. Көптеген адамның із-түзсіз жоғалуы құпия болып қалды. Саяси баға: КОК оқиғаны қазақ ұлтшылдығының көрінісі деп бағалап, Қазақстанға қарсы жаппай қудалауды бастады. Тарихи ақталуы: 1989 жыл, Мұхтар Шаханов бастаған топтың күш салуымен КОКП-ның желтоқсанға берген бағасы жұмсартылды. 1991 жыл, тәуелсіздік алғаннан кейін, желтоқсан оқиғасы ұлт-азаттық қозғалыс ретінде ресми танылды. 1992 жыл, Қайрат Рысқұлбеков пен басқа да сотталғандар толық ақталды. 1996 жыл, Қайрат Рысқұлбековке халық қаһарманы атағы берілді. Желтоқсан Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алтын көпірі. Жастардың алаңға шығуы тоталитарлық жүйенің күшін жоққа шығарған, рухани еркіндік үшін жасалған алғашқы және ең маңызды қадам болды.